Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып пісетін қатпарлы самса рецептімен бөліскелі отырмын. Мен қалай әзірлеймін? Егер дайын болсақ, бастаймыз. Жақсылап ең алдымен тұзды суға қамырымызды илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды сәл-пәл тындырып алғаннан кейін жайып, оның үстіне бөлме температурасында тұрған сливочный маслоны жағып, яғни барлығын орташа есеппен жағып аламыз. Не қалың, не жұқа болып кетпеу керек. Жағып болғаннан кейін рулет секілді орап, пакетімізге салып, жарты сағат морозилкада сақтап аламыз. Бұл жердегі ең бастысы, қамырымыз қолға ұстаған кезде сәл-пәл қатыңқырап тұру керек, яғни арасындағы майы қату керек. Жарты сағат өткеннен кейін тестімізді алып, оларды әрбір бөлшекке бөлеміз. Яғни сіздің жайған қамырыңызға байланысты самсаңыздың мөлшері шығатын болады. Мінекей тура осылай видеодағыдай етіп бөліп бөлшектерге, яғни қатты жіңішке қылмау керек, қатты жуанда қылмау керек. Осылай тура үстінен басып, қатты жұқа емес қалыңдықта жайып шығатын боламыз. Және де осы уақытта фаршымызға тұзымызды, бұрышымызды, егер қаласаңыз зира салуыңызға болады, бірақ көп жағдайда көбісі ұната бермейді. Егер өзбектердікіндей самса әзірлегіңіз келсе, онда міндетті түрде зира қосқаныңыз дұрыс болады. Ортасына дайын болған фаршымызды салып, үшбұрышты етіп тестімізді жабамыз. Әрбір тестіміздің үшбұрышын, бұрыштарын жақсылап басып қоясыз. Яғни ішіндегі сөлі, майы сыртқа ағып кетпес үшін. Барлығын осылай дайындап болғаннан кейін формамызға салып, кешіріңіздер, қызып тұрған емес, яғни кәдімгідей 180 градустағы пешімізге пісіріп, яғни қызарғанша, бетіне жұмыртқасын жағып, қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Ас болсын.